Сәлем достар, сіздермен біргемен Умрали Қадыр. Бүгін біз сіздерге қазақтың 7 кереметі жайлы айтатын боламыз. Ендеше біз кеттік достар. Достар, естеріңізді жақсылап сақтап, немесе қағаз қаламдарыңызды алып, осы деректерді жазып алыңыздар. Бізде қазақтың бірінші кереметі ол бізде таңбалы тас суреттері болып саналады. Енді бізде екінші қазақтың кереметі алтын адам болып есептеледі. Алтын адам жайлы бәріңіз білетін шығарсыздар. Енді бізде үшінші қазақтың кереметі ол бізде қазақтың киіз үйлері болып есептеледі. Қазақтың киіз үйлері жайлы бәріңіз білет деген ойдамын. Енді бізде төртінші қазақтың кереметі ол домбыра болып саналады. Домбыра ол қазақтың ұлттық аспабы болып есептеледі. Енді бізде қазақтың бесінші кереметі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болып есептеледі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесін ақсақ темір салдырған. Оның биіктігі 27 метр болып есептеледі. Енді бізде алтыншы қазақтың кереметі жайлы айтатын боламыз. Ол бізде қазақтың алтыншы кереметі Маңғыстау жарасты мешіті болып саналады. Ол Маңғыстауда орналасқан мешіт. Ол Бекет ата мешіті. Оңтүстік үстерінің тарихи мешіті болып есептеледі. Біз енді жетінші қазақтың 7 кереметіне де келіп қалдық. Енді бізде қазақтың 7-ші кереметі бұл бізде Астана бәйтерек, яғни бас қаламыз Астана, және де Астананың символы бәйтерек болып саналады. Астана жайлы бәріңіз көп білетін шығарсыздар. Астана ол ең керемет, ең ғажайып арман қала сол болады. Енді достар, осы менің айтқан қазақтың 7 кереметі жайлы деректерімді естеріңізде жақсылап сақтап алыңыздар, немесе қағаз қаламдарыңызға жазып алыңыздар. Осы видео ұнаса лайк басып, және де төмендегі подписаться деген қоңырауын басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де подписаться деген қоңырауын басатын болсаңыздар, біздің жаңа шыққан видеоларымызды ең алғаш рет көріп, және де біздің осы каналымызға тіркелетін боласыздар. Осы деректер ұнаса лайк бас. Біздің видеомыз аяқталды достар. Қош болыңыздар.